Армсыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде ақпараттық қорытынды жаңалықтар бағдарламасы. Бүгінгі санның өзекті салалдары. Қыстың қамын жаз ола, келесі жылыту науқанына әзірлік барысы пысықталды. Еңбек қатынастары бойынша мәселелер апта ішінде талқыланды. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде алдағы бірнеше минуттарда. Қыстың қамын жаз ола демекші 2018-2019 жылғы жылыту науқанын өз деңгейінде өткізу мақсатында жан-жақты шаралар қолға алынуда. Бұл жөнінде апта сайынғы жоспарлы кеңес барысында мәлімденді. Шаһар басшысының төрағалығымен жүзеге асқан жиналыстың күн тәртібінде жазғы демалыс айларына әзірлік шаралары мен бірқатар ағымдағы салалар бойынша ақпараттар тыңдалды. Тікелей көрсетілім арқылы ұйымдастырған жиынның күн тәртібіндегі алғашқы сауалы 2017-2018 жылыту науқанының қорытындылары мен алдағы 2018-2019 жылғы кезеңді ойдағыдай өткізу шаралары жайында болды. Бұл ретте ақпаратты тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлік және автокөлік жолдары бөлімінің жетекшісі Олжас Баймақов ұсынып, оның мәліметіне сай энергетикалық кәсіпорындармен 2017-2018 жылдардағы күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа әзірлік паспорты уақытылы алынып, өткен кезеңде тұрғындар тарапынан 2 өтінім түскен. Сол өтінімдер бойынша туындаған мәселелерді шешу бойынша жұмыстар дер кезінде қолға алынған. Осылай деп мәлімдеген баяндамашы қазіргі таңда жылу беру маусымын сәтті өткізу үшін барлық ұйымдармен жабдықты және инженерлік коммуникациялар дайындау бойынша үлкен жұмыс атқарылғандығын алға тартуда. Сондай-ақ ақпарат жалғасында мәлім болғандай, отын энергетикалық кешен және әлеуметтік сала нысандарының дайындығы жөнінде іс-шаралар жоспары әзірленіп, соған сәйкес дайындық жұмыстары әлеуметтік сала нысандарында 1 қыркүйекке дейін, ал тұрғын үй қоры бойынша 20 қыркүйекте аяқталуы тиіс деді Олжас Баймақов. Баяндамашының ақпаратын Степногор жылу электр орталығының басшысы Валерий Донцов толықтырып, келесі кезеңге дайындық жұмыстарымен таныстырды. Жауапты жүйе өкілінің ақпаратына сай, бүгінгі таңда жөндеу жұмыстарының 48% орындалып отырса керек. Сонымен бірге сәуір айының соңғы күндері электр жүйелерінің жұмысын тоқтату бойынша орын алған жағдайға байланысты түсініктеме берілді. Осы орайда жыл сайын көктем және күз айларында электр күшін кабельді желілер арқылы беру жоспарланып отырған жайы бар. Сейчас для себя сделали вывод такой: весной и осенью, когда влажный снег и дожди, будем переключать город на кабельную линию. Біз орын алған жағдайдан соң алдағы уақытта көктем және күз айларында ылғалды ауа райы кезінде, яғни жаңбырлы немесе қарлы күндері негізгі электр желілерін кабельді желілерге ауыстыру шараларын жоспарлап отырмыз. Мұндай жұмыстар өз кезегінде төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді деді кәсіпорын директоры. Күн тәртібінде келесі сауал бойынша орман шаруашылығы мекемесінің директоры Кенжебек Есімов 2018 жылғы орман далалық өрттің алдын алу және жою жөнінде қабылданған шаралар туралы хабардар етті. Аталған ведомство бойынша тапсырмалардың қатарында өртті уақытында сөндіру және оның таралуына жол бермеуді қамтамасыз ету мәселесі болды. Өңірімізге қарасты аумақтағы ағаштарды кесу мәселесі де назарға алынып, осыған байланысты орман шаруашылығының директорына бұқаралық ақпарат өкілдеріне арнайы пресс-тур өткізу тапсырылды. Ал Степногорск қалалық төтенше жағдайлар басқармасы басшысының міндетін атқарушы Арман Шаяхметов 2018 жылғы шомылу маусымында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ақпаратын ұсынды. Бүгінгі таңда қала аумағында тұрғындардың демалу мен шомылу үшін пайдаланатын 3 орын болса керек. Аталған жерлерде дайындық шараларда қолға алынып отырған жайы бар. Ескерту белгілері орнатылды. Балаларға арналған суға түсу орны жабдықталған. Шектеу белгілері орнатылған. Құтқару катері, құтқару кеудешелері мен құтқару шеңберлері бар. Құтқару бекеті құрылған. 2017 жылы Көкшетау қаласында смена жыршысы 2 қызметкері арнайы қайта даярлықтан өтіп, құтқарушы сертификаттарын алған. Судағы авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу үшін. Отырыс жалғасында негізгі баяндама тыңдалған соң шаһар басшысы азаматтардың су бойындағы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді. Сонымен бірге, осы мақсатқа сәйкес арнайы демалыс орындарындағы суға сараптама жасау бойынша жұмыстарды жүргізуге тапсырма берді. Маңызды ақпараттар ұсынылған жиын барысы білім бөлімі жетекшісінің орынбасары Салтанат Жетпісбаеваның ақпаратын алысып, онда жауапты жүйе өкілі жазғы демалыс күндеріне арналған жоспарлар мен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстарымен таныстырды. Баяндамашының мәліметіне сай, мектеп жанындағы жазғы алаңдар 2 кезеңге бөлініп, оның алғашқысының өзінде
кезеңде 1500-ден астам балаларды қамту көзделіп отырса, маусым айының 11 мен 22 аралығында ұйымдастырылатын екінші кезеңде 1300-ге тарта оқушылар қабылдану жоспарлануда. Сонымен бірге алғаш рет арнайы шатыр лагері жұмыс жасайды деп күтілуде. Аталмыш демалыс шарасы Қарабұлақ ауылының маңында ұйымдастырып, 12 мен 17 жас аралығындағы тәлім алушыларға бағышталып отырған жайы бар. Арнайы лагерь ақылы негізде 18 маусым мен 16 шілде аралығында жүзеге асып, 5 ауысым ішінде 200-ге жоқ бала қамтылады деп жоспарлануда. Осылай деп мәлімдеген Шалтанат Жетпісбаева ұлттық бірыңғай тестілеуге әзірлік шараларында назарға алды. Ағымдағы жылы Степногорск қаласы бойынша орта білім беру мекемелеріне 324 оқушы түлеп шығады. Олардың ішінде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға ниет білдіргендер қатары 217 адамды құрап отыр. Бұл дегеніміз жалпы бітірушілердің 56,8%-ын құрайды. Соның ішінде алтын белгіге үміткерлер 14, ал үздік аттестат алам деушілер 12. Степногорск қаласы бойынша жалпы бірыңғай тестілеу үстіміздегі жылы 25 маусымға жоспарланған деді баяндамашы. Отырыс жалғасында ағымдағы сауалдар бойынша да жауапты жүйе өкілдерінің ақпараттары тыңдалды. Бұл ретте қалашылық жолдардың жөнделуі, бюджеттің орындалуы, әлеуметтік сауалдар бойынша бөлім басшылары баяндама жасап, көпшілікке атқарылған жұмыстармен таныстырды. Жиналыс барысын қорытындылаған қала әкімі Әнуар Күмпекеев үстіміздегі жылы бірқатар көше бойларында жарықтандыру жүйелерін қалыпқа келтіретіндігін алға тартып, ал аулашылық жарықтар пәтер иелері кооперативтер тарапынан орнатылатындығын атап көрсетті. Сондай-ақ заман талабына сай ендігі кезекте тұрғын үйлердің кіре берістеріне арнайы бейне бақылау камераларын орнату қажеттігінде тілге тиек етті. Ағымдағы апта ішінде шаһар басшысы Әнуар Күмпекеевтің жетекшілігімен әлеуметтік серіктестік және еңбек қатынастарын реттеу бойынша комиссияның отырысы жүзеге асты. Жиналыстың барысында қызметкерлердің жалақыларын мерзімде төлеуге байланысты туындап отырған мәселе кеңінен талқыланып, тиісінше шараларды қолға алу тапсырылды. Степногорск қаласының бірқатар кәсіпорындарында қызметкерлердің еңбек ақыларын мерзімде төлеу бойынша туындап отырған мәселе арнайы комиссияның отырысында қаралды. Бұл ретте күн тәртібіндегі алғашқы сауал бойынша қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Руслан Рамазанов ақпарат таратты. Оның мәліметіне сүйенер болсақ, бүгінгі таңда қала бойынша айтулы қиындықтар Эльдорадо 2002, Қазрымэнерго және Сага Агриколд Компани жауапкершілігі серіктестерінде туындап отырған жайы бар. Айтулы кәсіпорындар жөнінде жеке-жеке тоқталып өткен баяндамашының мәліметіне сай, Эльдорадо 2002 мекемесінде 53 миллионнан астам салықтық қарыздар бар екендігі анықталып, осы орайда Ақмола облыстық мемлекеттік кірістер департаментіне мекемені банкрот деп жариялауға байланысты азаматтық іс бойынша өтінім жіберген. Алайда Ақмола облыстық ауданаралық экономикалық соттың шешіміне сәйкес өтінім оңтайлы нәтижеге ие болмаған. Бұл жөнінде баян еткен Руслан Рамазанов ақпараты жалғасында Сага Агриколд Компани жауапкершілігі серіктестігінің банкрот деп жариялау бойынша бірнеше рет сот отырысы жүзеге асып, сәйкесінше шешімдерде өзгеріп отырғандығын алға тартты. Ал Қазрымэнерго кәсіпорны ағымдағы жылдың ақпан айында Ақмола облыстық ауданаралық экономикалық соттың шешіміне сай банкрот деп танылған. Осы ретте арнайы банкроттық басқарушы тарапынан 73 қызметкерлердің еңбек ақыларына байланысты атқарушы құжаттар жіберіліп отырған жайы бар деді жауапты жүйе өкілі. Комиссия отырысының барысы ұжымдық келісім шарттар бойынша ұсынылған ақпаратқа ұласып, бұл тұрғыда баяндамасын жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жетекшісінің міндетін атқарушы Фарида Жукова көпшілік назарына ұсынды. В 2017 году на предприятиях города, согласно мониторингу, проводимому государственным инспектором труда, было заключено 475 коллективных договоров. Мемлекеттік еңбек инспекторы жүргізген мониторингке сәйкес 2017 жылы қаламыз кәсіпорындарында 475 ұжымдық келісім шарттар жасалған. Бұл көрсеткіш шаһарымызда 482 қызметін жүйелі жолға қойған кәсіпорындар болса, соның 98-де 5%-ын құрайды. Соның ішінде ірі кәсіпорындарда 10 келісім шарт болса, орта мекемелерде 17, ал шағын бизнесте 448 ұжымдық шарттар жасалған деді Фарида Жукова. Сонымен бірге баяндамашының ақпаратына сай, ағымдағы жылы іске қосылған Қазақ-Алтын технология кәсіпорнының ұжымдық келісім шарты бойынша бөлім тарапынан арнайы хат жіберіліп, мекеме өкілдерінің мәліметіне сәйкес құжат әзірлену үрдісінде болса керек. Мұнымен қоса өңіріміздегі ірі кәсіпорындардың бірі Қазақ-Алтын ұйымында ұжымдық келісім шарттың мерзімі өткен жыл аяқталғанына қарамастан бүгінге дейін жаңа шарт әліге дейін түзілмеген. Бұл жөнінде баяндаған Фарида Жукова айтулы құжат жұмысшылар және жұмыс берушілер арасындағы кеңінен талқылану үрдісінде екендігінде тілге тиек етті. Осы орайда отырыс барысында Қазақ-Алтын кәсіпорын өкілдерінің ақпараттары да тыңдалды. Күн тәртібіндегі 3-ші сауал бойынша жұмыспен қамту орталығының директоры Қарлығаш Ғафарова баяндама жасап, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды еңбекпен қамтуға байланысты ақпар берді. Оның мәліметіне сүйенер болсақ, қаламыз бойынша 30 мүмкіндігі шектеулі азаматтар жұмыспен қамтылған. Олардың ішінде 5-еуі тұрақты, ал қалған 25-і уақытша жұмыстар. Осы тұрғыда еңбекпен қамтылған азаматтар қатарын арттыру мақсатында орталық тарапынан бірқатар түсіндіру жұмыстары жүргізіліп тұрады деді ұйым директоры. Бүгінгі таңда өзекті болып отырған мәселелер кеңінен қаралып, талқыланған комиссия отырысын қорытындылаған шаһар басшысы тиісті бөлім басшылары мен мекеме өкілдеріне нақты тапсырмалар жүктеді.
Шуақты көктем айлары келісімен қалашын көгалдандыру шаралары кеңінен қолға алына бастады. Осы орайда шаһар басшысы Әнуар Көмпекеев One Man One Tree Challenge эстафетасын бастап, оны өзге де әріптестеріне жолдады. Қала әкімі Әнуар Көмпекеевтің бастамасымен шаһарымызда One Man One Tree Challenge іске қосылған болатын. Қаныш Сәтпаев ескерткіш жанындағы саябақта бой көтерген қарағай көшеттерін отырғызуға белсене атсалысқан қала әкімі Әнуар Көмпекеев шаһарымызды көркейту және көрнекті етуге шақыра отырып, Көкшетау қаласының әкімі Ермек Маржықпаевқа, Балқаш Моно қаласының әкімі Александр Агиулинге және Алматы қаласы Түрксіб ауданының әкімі Павел Кулагинге эстафета табыстады. Айтулы жолдаманы ең алдымен Көкшетау қаласының әкімі Ермек Маржықпаев қабылдап алып, өз кезегінде Бурабай ауданының әкіміне, Петропавл және Қостанай облыстарының аудандары әкімдеріне жеткізді. Балқаш қаласында бұл бастаманы қолдап, қала жастары эстафеталық челленджді Қарасай және Қарқаралы қалалары, Батыс Қазақстан облысы қалаларындағы әріптестерінен берді. Осы орайда айта кеткен жөн, бүгінгі таңда қала көшелеріне жасыл желектерді отырғызу жұмыстары қарқынды қолға алынып, жүйелі түрде жүзеге асуда. Ресми деректерге сай, қазірдің өзінде шаһарымызда 1800-ге тарта көшеттер отырғызған. Бұл игі шаралар өңірімізге қарасты ауыл аймақтарда атқарылып, өз кезегінде жайқалған жасыл желектер қала мен елді мекендер көркіне шырай қосуда. Кәсіби бағдарлау жұмыстары жалғасын табуда. Айтулы шаралар өңіріміздегі номер 2 индустриялық техникалық колледж ғимаратында жүзеге асып, мектеп бітіруші түлектер білім беру мекемесінің жұмысымен кеңінен танысып қайтты. Степногорск қаласының бірқатар мектеп түлектері шақыртылған ашық есік күні апта ішінде жүзеге асты. Онда ең алдымен барша келушілерге арнап концерттік бағдарлама ұсынылып, колледж тәлім алушылары жан-жақты өнерлерін паш етті. Білім беру мекемесі дайындайтын мамандықтар бойынша ақпараттарын беріп, колледж түлектерімен диалог алаңдары құрылды. Бұл шараға арнайы шақырылған мектеп бітірушілері концерттік бағдарламадан соң қазіргі таңда білікті мамандар даярлауда ерен еңбек етіп келе жатқан білім ошағының жұмысымен танысты. Арнайы сыныптар мен аудиторияларды аралап, шеберлік дәрістеріне қатысу мүмкіндігіне де ие болды. Колледж өкілдерінің ақпаратына сай, келесі 2018-2019 оқу жылында дизайнер, ұстаз ұйымдастырушы, техник, технолог, аспаз, электромонтер және слесарь сынды 6 мамандықтар бойынша тәлім алушыларды қабылдау жоспарлануда. Осылай деп мәлімдеген колледж директоры биылғы жылы жұмысшы мамандықтары нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында қабылданатын алға тартуда. И вот сегодня в наших планах открытие новой специальности непосредственно для нашего главного социального партнера. Бүгінгі біздің жоспарымызға сәйкес колледжіміздің басты әлеуметтік серіктесі Степногорск подшипник зауытына қажетті мамандарды даярлау бойынша бақылау, өлшеу құрылғылар және автоматика бойынша слесарь мамандығын ашқалы отырмыз. Айтулы жұмыстар нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының негізінде іске асып, студенттер шәкіртақы мен тегін тамақтандырумен қамтылатын болады, деді Елена Крайнева. Сонымен бірге колледж басшылығының ақпаратына сай, кәсіптік бағдарлау жұмыстары Ақмола облысының өзге де өңірлерінде жүргізіліп, бүгінгі таңда келесі оқу жылында білімдерін біздің қаламызда жетілдірем деушілер қатары 50-ден асып отырған жайы бар. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі аптада дәл осы уақытта эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.